Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сковородкада пицца пісіреміз. Ең алдымен ыдысымызға жарты шай қасық тұз, 3-4 шай қасық шекер, 1 бокал жылы сүт, 1 пиала жылы су, және де 1 ас қасық майонез, жарты ас қасық май, оның разликитель дрожжымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ илеп қандырып алып, бірнеше бөліктерге бөліп, сковородкамыздың көлеміне қарай жайып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды сковородкамыздың астын майлап саламыз. Достар, менің жайған видеом түспей қалыпты. Осылай қамырымыздың бетіне майонез бен кетчупымызды жағып, сырымызды үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп, қызанақтарымызды турап, бетіне теріп, және шұжықтарымызды осылай қойып, безендіріп шығамыз. Дайын болды. Сковородкамыздың қақпағын жауып, 20-25 минутқа баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Егер ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.